Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер сіздермен бірге сәукеле нанын дайындайтын боламыз. Өте сәнді трендтегі нандардың бірі. Бұның ішіне сіз өздеріңіздің бауырсақтарыңызды немесе нанның қорын жинап қойсаңыздар, өте әдемі дастархандарыңызды ашып тұратын болады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызды, аштығымызды және де қантымызды салып, араластырып, сұйық қоспа дайындап, бетін жауып жылы жерге 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Айта кететін жайт, мен 2 себет нанына жарты ғана порцияны қолдандым. Сондықтан сіздер ескере кетіңіздер. Ең алдымен жылы суымызды, ашытқымызды, сұйық майымызды, кейін жұмыртқамызды және де тұзымызды салып араластырып алатын боламыз. Кейін сетадан өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Қамыр илеген кезде біздің қамырымызды, яғни тестімізді қаттылау, тығыздау етіп илейтін боламыз. Тестімізді дайындап алғаннан кейін бірден жұмыс жасайтын боламыз. 10 минутқа тынықтырып алсаңыздар болады қамырды. Кейін бірден жұмыс жасауға кірісіп кететін боламыз. Қамырымызды ортасынан бірдей бөлікке бөліп алатын боламыз. Біздің болашақ 2 сәукеле нанымыздың қамыры. Кейін оқтаудың көмегімен жұқалап, біздің формамыздың бойымен бірдей етіп жайып алатын боламыз. Назар салып видеоны қарасаңыздар, толығымен көрсетілген. Осындай форманы қолданамын. Мен Philip KZ сайтынан алған болатын бұл форманы. Қаласаңыздар, сол жерден таба аласыздар. Біздің форманың көлемімен бірдей етіп қамырымызды жайып аламыз. Кейін формамыздың бетіне біркелкі етіп келтіріп, одан соң оқтаудың көмегімен жайып, әдемі сеткамызды шығарып алатын боламыз. Қалған қамырымызды жинап алатын боламыз, кейін сәукелемізге әдемі декор жасау үшін. Сіздерге конусты көрсетемін, конуспен таныс болыңыздар. Бұны мен қатты картоннан дайындадым. Осылай етіп картонды орап, кейін скотчпен біріктіріп, кейін сыртына фольга орасаңыздар, өте әдемі форма болады. Біздің сеткамыздан осылай оңай алынатын болады. Бұл форманың ең тиімді әдісі осылай етіп тез түсіріп алатын боламыз, және де біздің себетіміздің болашақ сеткалары біркелкі мөлшерде болатын болады. Өте әдемі көрінеді, қарасаңыздар. Кейін осылай конусымызды орап, әдемі пішінге келтіріп алатын боламыз.
конусымызды орап болғаннан кейін пергамент қағазын төсеп формамызға саламыз. Ендігі кезекте сәукелемізге декор жасайтын боламыз. Ол үшін асықпай осы жерде қарап алсаңыздар болады. Барлығы көрсетілген. Дәлме-дәл жасайтын болсаңыздар, сіздерде өте әдемі сәукеле шығатын болады. Әдемі жігутымызды бекіту үшін осылай бір жұмыртқаны толығымен пайдаланамыз. Кейін сәукелеміздің басқа жағына жұмыртқаны жағып аламыз. Жұмыртқа бұл жерде бізде как клей ретінде кетеді. Жігутымызды ұстап тұру үшін. Кейін жігутымызды салып, жұмыртқаның көмегімен жігутымыз әдемі жабысатын болады. Кейін біздің сәукелемізге толығымен жұмыртқаны жағып шығатын боламыз, әдемілеп, мұқияттап жағып шығатын боламыз. Одан соң мак немесе күнжіт сеуіп, әдемілеп қойсаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Менің каналыма жазылып, мені жаңа видеода күтуді ұмытпаңыздар. Сіздерден әрдайым қолдау күтетін боламын. Келесі көріскенше менің арнамнан жаңа видео күтіңіздер. Сәукелемізді алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайындалады, сондықтан пеш қасынан алыстап кетпеңіз.